1 2 3 4 5 6 7 8 санасаң санағы жоқ, яғни әрбір кірпішке сауап бар достар. Бір ажайып жаңалық сіздер үшін және үлкен іске қол ұрып басылаймыз. Онан алдын дәстеп бір уақияны сіздерге айтып берсем. Шаңырақ үйрену жарайынларымызда алдын бір шаңыраққа түскенмен, бір үйде 27 жасар және екіншісі одан үлкенірек беді. 2 қыз болатын еді. Қазақстанға шығып жұмыс істеп, ауылда жұмыс істеп жүрген. Не үшін тұрмысқа шықпай қалған сұраған уақытында анасы сондай жауап берген еді. Ана, ертең біз тұрмысқа шығып кетсек, біздерді бас сынады, жайы жоқ, еш нәрсе жоқ деген сезім ойларменен тұрмысқа шықпаған екі қыз. Өте шырайлы, өте ақылды қыздар еді. Қазір күнде жоғалтып алдық. Сол уақиға қатты тәсір еткен маған. Сол байтында бір ішімнен өткізіп қойған едім, қане имканиятлар болғанда деп. Міне бүгін және осындай шаңырақ үйрену жарайына келген уақытымызда және осы міне көріп тұрған жеріңізде шала қап қойды бұл жай. Бір екі қыз бар. Бұл қыздарымыздың да бойы жетіп тұрды достар. Яғни бүгін ертең ұзатылуға келіп тұрған қызлар. Алдыңғы қыздарымыздай бұл қыздарымызда да сондай сезім миында орналасып қалмауы үшін мына имаратты давам еттіруді қарар еттік. Әлбетте сіз жақсыларменен біргелікте. Бір ағасы бар, екі қарындасымыздың бір ағасы бар. Дегенменен бұған күші жетпейді, оның өзі қол ұшы талап істейді. Өзіңіз білесіз, басқа да расходлары бар. Яғни сізге үлкен бір сауаплы істі және ұсынбақшымыз достар. Яғни жай имараты және басланды бізде. Үлес қосаман деген, қолдап қуатлайман деген достарымыз бар. Әлбетте білемін, бүгін старт беруге келдік. Бұл проектті ел ағаларымыз да қарап тұрған жоқ, жәрдем беріп үш дәрежеге әкеп отырып еді. Біз давам етіп тастаймыз бұны. Тезлікпенен Құда қаласа ниетті төлетеміз. Суыққа қалдырмай, осы жерде екі қарындасымыз бір ағасын осы жерге жайғастырамыз. Құда қаласа тез күндер ішінде. Һәм бір нәрсені айтып өтейін. Қазіргі күнде міне қапталында жайы бар. Дайысының жайы. Сол жерде біреуі ағайынның үйінде, біреуі құласы. Бұл үш туысқан, қазірде ата-анасы қайтыс болған үш туысқан үш жақта болып жүрді. Келің біргелікте үш туысқанды бір жерге жинаймыз. Жетімдер хақында қанша хадислер айтуға болады, қанша сауапқа шақырушы зор гәптерді айтқым келеді, лекін мен өзім қанша қиын болмасын жетім деген сөзді істеткім келмейді оншелі. Бұл байқаған болсаңыз керек видеоларында да, лекін бұл үш туысқанның да ата-анасы бұл өмірде жоқ достар. Бізге әжайып имканият беріліп жатқанынан, сол имканият жаратып беріп жатқан сондай істі бізге тапсырып жатқан ағаларымызға рахмет айтамыз. Сізді болса бізбен біргелікте осы істе бас-қас болуға, қасымызда қолдап тұруға шақырып қаламыз. Сау болың, старт бүгіннен бастап.